Достар, қайырлы күн. Сіздермен Әсел. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: бір дана жұмыртқа, сүт, май, қант, ұн, қопсытқыш, сары май және де какао қажет. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышты саламыз, какаоны саламыз. Ұнды, какао, қопсытқыш бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді таза құрғақ ыдысқа бір дана жұмыртқа, қантымызды салып, миксермен қант ерігенше көпіртіп, жақсылап араластырып аламыз, миксерлеп аламыз. Қанты еріп жақсылап көпірген массамыздың үстіне қалған ингредиенттерді саламыз. Сұйық май, сүт, ерітілген сары май, комнатный температурада ерітілген. Жақсылап миксермен араластырамыз. Жан-жағына шашырайды, сол үшін үлкенірек ыдыс алғандарыңыз жөн дайындауға. Енді осы массамыздың үстіне ұнды саламыз. Ұнды екі бөліп саламыз. Бір бөлігін салып, ұнымыз жан-жаққа ұшпас үшін осылай кішкене венчикпен араластырып аламыз. Содан кейін барып қана миксерді қосып, миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Кішкене миксерлесек жеткілікті. Енді қалған екінші бөлігін салып, сол кезде жақсылап тұрып миксерлеп алсақ жеткілікті. Ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Дайын болған массамызды лопатканың көмегімен жан-жағын жинап, тағы да бір рет араластырамыз. Одан кейін формаға саламыз. Менде бұл 22 диаметрлік формаға салып, қызып тұрған пеште 190 градуста 18 минут пісіріп аласыздар. Енді бетіне құятын бізде құймамызды дайындаймыз. Мен Қазақстан шоколад пен Закрома майды қолдандым. Бір штук Қазақстан шоколад және де кішкене көз жабамен май алдым. Микроволновкада ертіп аласыздар. Микроволновка болмаса, водяная баняда ертсеңіздер болады. Микроволновкада ертсеңіздер, мен 2-ге бөліп ерттім. 15 секундта бір ертесіздер, 15 секундта бір ертесіздер. Осындай әдемі қоймалжың масса шығады. Біз пештен шыққан пирогты кішкене суытып алдық. Енді осылай үстін тесіп шығамыз. Себебі мынау құйманы құйған кезде ол үстіндегі шоколадымыз құйылмалы, сіңуі керек пирогтың ішіне әдемі болып. Қасықпен жақсаңыздар да болады. Осылайынан бетіне жақсылап тұрып жағып шығамыз шоколадты массамызды. Жан-жағына жақсылап тұрып сіңдіріп жағып шығамыз. Бетіне қалауларыңызша әсемдей берсеңіздер болады. Мен арахис септім. Прямо әдемі түріде, видіде прям күшті ашыла кетті. Кескенде де прямо жұмсақ, керемет, дәмді, өте тәтті болып шықты. Міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.